Балаларымызға дұға. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Я Раббым, қызымды, ұлымды маған өзің аманат еткендей, оларды өзің қорға, қамқорыңа ал. Раббым, мені балаларыммен сынама. Аллах тағалам, оларды ашық немесе жасырын жасалған әртүрлі күнәлардан қорға және алыстат. Оларды кітабына қызмет ететін, дінін шын жүректерімен сүйетін, ғибадаттарына барынша мұқият қарайтын, көркем мінезбен безендірілген салих құлдарыңнан қыл. Дүниедегі ең бақытты және молшылық, кеңдік ішінде өмір сүретін құлдарыңнан ете көр. Я Раббым, оларды харам нәрселерден қорға және өзіңнен басқаға мұқтаж етпе. Раббым, кітабыңды қорғандай, оларды да шайтанның арбауынан қорғай көр. Оларды ең қайырлы келбеттермен, ең таза мінез құлықпен, саған деген сеніммен ризықтандыр. Я Раббым, оларды түрлі аурулардан қорға. Олармен бірге бақытты өмір сүруімізді нәсіп ет. Я Раббым, өмірде олардың жақсылықтарымен мені бақытқа бөле, және өлімімнен кейін де олардың дұғаларымен мені жарылқай көр. Я Раббым, жүрегімнің берер паршасы болған балаларымды саған аманет еттім. Әр нәрсе саған аян, ұлы да асқақ мәртебеңе лайық түрде оларды қорғай көр. Я Раббым, балаларымызды әртүрлі жамандықтардан, қауіптерден, арам пиғылдардан алыстат. Оларға ислами сана нәсіп ет. Өзіңе құл, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға үммет ет. Я Раббым, ақылдарын әртүрлі бос нәрселерден тазала. Ақыл мен парасат иесі болуларын нәсіп ет. Я Раббым, нәпсі азғындығына жол берме, оларға дұрыс жол көрсет. Я Раббым, оларға мейіріміңді төк. Балаларыма ұзақ бақытты өмір бер. Өмірлерінің соңына дейін тура жолыңнан тайдырма және ризашылығыңа бөле. Раббым, оларға ата-аналарына, барлық Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмметіне жақсылық жасайтындай, қайырлы болатындай көркем мінездер нәсіп ете көр. Я Раббым, бауырлар арасындағы бауырмалдықтарын, махаббаттарын, тазалықтарын арттыр, бір-біріне жақындастыр. Соңғы демдеріне дейін иман мен Құран жолымен өмір сүруді нәсіп ет. Аллах тағалам, біле тұра айта алмаған, түсіне тұрып жеткізе алмаған адами қасиеттердің ең кемелін бүкіл мұсылман бауырларымның балаларына және өзімнің балаларыма да нәсіп ете көр. Раббым, саналарын қайырлы болатын нәрселермен ризықтандыр. Я Раббым, сен тым кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің. Ендеше менің және балаларымның, сонымен қатар бүкіл мүмін мұсылмандардың біліп-білмей үлкен-кішілі жасаған күнәларын кешіре көр. Тозақ отынан сақтап, жәннатты нәсіп ет. Аллах тағалам, өзіңнен өзгеге біздің қолымызды жайғыза көрме. Біліп-білмей үлкен-кішілі жасаған күнәларымызды кешіре көр. Аллах тағалам, балаларымды тіл көзден, сөзден, ауру пәле-жаладан сақтай көр. Бір өзіңнен жалынып, бір өзіңе тәубе етеміз. Аллахым, Рамазан айында ұстаған оразаларымызды қабыл ете көр және мол сауаптардан жазып қой. Аллах тағалам, өзіңнен өзгеге біздің қолымызды жайғыза көрме. Әмин. Аллах тағалам ұлы. Құрметті көрермендер, видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Және комментарийға «Әмин, дұғамыз қабыл болсын, бала-шағамыз аман болсын» деп жаза кетіңіздер. Аллах тағалам дұғаларды қабыл етуші және естуші. Сондықтан да әрқашанда дұғада болайық, құрметті көрермендер. Сау,
саламатта болыңыздар.